Сәлем достар, бүгін сендермен меніңіздер тағы да альбомымыз. Сіздерге жазғанмын, мен комментарияға жазған, жақында садақ ойын шығады. Осы садақ ойынды бүгін түсіріп отырмын. Достар, бүгін қараданмен көрсететін боламыз. Достар, менің барлығында естіген, мына 100-ден бастайық. 100-дегі қараданмен соғысамыз. Достар, қазір біз бірінші жеңеміз. Қазір ол жеңу үшін не істеу керек? Қазір ол үшін тез қазір әскерлер кек қалып жүрмеу үшін көп балташылар жасап тастау керек. Сонда тез көп қылып аламыз әскерді. 3 балтыр қорғап тұрады. Ал 2 жұмысшы жасайды. 3 жұмысшы жасайды қазір. Он аламыз. 2, 4, 5. Достар, қазір біз көп әскер жинаймыз. Ал бұл үшін қазір көп қылыштар жасалады. Шабын тастады. Мен бәріне көмектесу үшін қамалға. Ой. Тоққады. Енді қазір біз 20 қылып. Ой, енді біз садақшылар аламыз. Бұл садақшылар арқылы әскерімізде садақ арттырады. Әскерге көмектесіп, қараданмен соғысамыз. Ал ол үшін бізге садақшылар да көп керек болады. Және бізде бір найзалы болу керек. Найзасы бар болу керек. Капитан дейді оны. Достар, тез келіп жатыр әскер. Сондықтан бағдаларды да көп жасауымыз керек. Олар бізге көмектеспейді, шайқаспайды деп үйтіп ойламай қойыңыздар. Олар да көмектеседі. Одан кейін енді біз қазір көп найзасы бар жасайтын боламыз. Олар арқылы біз тез жеңетін боламыз. Біз 40-50-ге дейін сол найзалыны жасаймыз. Достар, біз дәулерден де атынан да адам жасайтын атанын да жасау керек. Қазір бір ата жасаймын менде. Қазір әскерім тоғысады. Ал оған атанын жасау керек. Тез жасаймыз. Атанын жасаймын. Қазір достар, каналға тіркеліп, смело лайктарыңызды басып кетіңіздерші. Және комментарийді толықтырып тұрыңыздаршы. Және айтатыным қоңырауды басып кетіңіздерші. Кім қандай ойын айтса, сол ойынды ойнайын. Енді біз дәуір жасайық. Қазір енді 44 болып тұр. Енді осындай көп 44 енді көп дәуір жасайтын боламыз. Оларды дәуір шықты. Бізде де қазір мутант дәуір шығады. Қазір біз
және достармен садақ ойында көп шайқасып күшті нәрселерді алсам достар, турнир режимдерде де ойнаймын. Және балташтан бастап дәуге дейін, достармен дәуге дейін жасап тастағанмын. Оларды дәу шығып жатыр, онда ата, онда қос. Осымен әскер дайын. Достар, енді осы әскермен шабуылдаймыз. Дәулер ақырын көреткен. Достар, мен жеңілмедім. Сол жағынан жақсы болды. Ал бұлардың екі дәуінде жеңістар. Бізде дәулер бар. Достар, қазірменімізде болайым. Көп әскер емес бізде, бірақ жеңімізде болайым. Мен қашырайын. Қазір қорғау үшін. Мен жеңіп бар жатырмын. Достар, маған күш керек. Мені құртатынлар. Достар, қазір жеңіліп кеткен әскерлерін толықтырам. Мынадай қолданам да. Тағы да шабуыл жасайық. Шабуылға кеттік. Шабуыл жасаймыз. Достар, біздің бір дәуіміз жеңілгенде қалды. Достар, біздің бір дәуіміз жеңілді. Мен барып мүсінді сындыра берейін. Мүсінді олар қорғас дейді, сондықтан мен не? Достар, қашты! Көп найзалылар жасап қалмасақ, қазір біз... Достар, қара адам шықты міне. Біз қашуымыз керек. Ойбай, мынау не? Ойбай. Өзім барып, әскерге ойбай. Ойбай, кетейін. Кет, маңдеме. Ойбай. Әскер келді. Еміне келді. Әскерім. Көмекке әскер келді. Әскерім келді. Міне. Достар, біз жеңіп келе жатырмыз. Достар, өстіп әскер құрып жеңе аласыздар қара адамды, немесе көп қылыш жасасаңыздар, оны да жеңе аласыздар. Міне достар, жеңдік оны.
достар, қиын ойын бұл. Мен осыған келгенде, осы босқа келгенде қиын жеңіл. Достар, сүйіндік. Осымен видео аяқталды. Осындай аз болды, бірақ қара адамды қалай жеңудің жолдарын көрсеттім. Достар, және көп қылыш әскерін құрып та, және қасына 5-10 садақшы жасап та, ол әскерді және қара адамды жеңе аласыздар.